Бекіткенімізбен олар біздің арамызға әлде қашан кіріп алған. Компанияларда, мейрамханаларда өз тілінде сөйлеп, тіпті қарапайым жұмысшыларының өзі Қытайдан келгендер. Мұнда мемлекеттік тілді білу міндетім деп санамайтындардың қатары қаптап тұр. Бір ғана Алматының өзінде 100-ге жуық Қытай кафесі. 270 бірлескен кәсіпорын, 2 банк, 48 жанармай құю бекеті, Конфуций институты, Ялян сауда орталығы. Орталықтар өз алдында Алматыда Қытай азаматының есіммен көше атаулары да бар. Мәселен, мына көше Синхай деп аталады. Синхай Қытайдың көрнекті композиторы. Ұлы Отан соғысының алдында Қазақстанда 3 ай тұрыпты. Сол тұста Амангелді көркем фильмінің музыкасын жазуға үлес қосқан. Соның қарымы ретінде Қонақжай қазақ 1999 жылы көше атауын сыйға тарта салған. Еңселі елордамыздан да Қытайлар өз үйлерін тігіп үлгерді. Астананың қақ ортасында Қытайдың ұлттық нышанында салынған зәулім Пекин Палас қонақ үйіне айына 700-ге жуық Қытай азаматы қонақтайтын көрінеді. Текке келіп кетпейтіні анық қой. Біздің мейрамханада Қытайдың 1000-ға жуық дәмін әртүрлі қоспалармен дайындаймыз. Біздегі бизнестің де біраз бөлігін бұлар бөліске әлде қашан салып алған. 20 жылдың ішінде ішімізге кіріп алған Қытайдың бизнестегі үлесі міне. 20 жылдың ішінде Әділет министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстан-Қытай бизнес статистикасында Қытайдың иелігіне өтіп кеткен компаниялар: Ақтөбе мұнайгаз 85,32%, Маңғыстау мұнайгаз 47%, Петроқазақстан 67%, Қазгер мұнай 50%, Қаражанбас мұнай 50%, Павлодар мұнай өңдеу зауыты 58%, Шымкент мұнай өңдеу зауыты 50%, Бузачи оперейтинг 50%, Азия газ құбыры 50%. Бүгінде Чайна-таун атамын жүрген Ақтөбе қаласында қытайлықтардың саны 2 есе көбейіп кетті. Өз еліне симай келгендердің қатарын заңмен қолдап біз жүрміз. Тіпті тәртіп бұзғандарды қумаймыз, керісінше басынан сипап жомарттық жасаймыз. Заңға сәйкес заңды бұзған шетелдік елден шеттетілмей, тек айыппұл төлеумен құтыла салады. 88 Қытай азаматтары қамауға алынып, олардың қолында тиісті рұқсаттары болмаған, рұқсат қағаздары. Ал өз елінде қазақтың ұлы өзгелерден езгі көріп жүр. Қытайдың қара жұмысы қазақтың мойнында. Өтеу болса бір сәрі ғой. Мәселен, ғасыр жобасы деп жаңғырығы жер жарған Батыс Европа, Батыс Қытай дәлізін салу кезінде күрек ұстаған қазақтардың зар елегені де ел есінде. Қызым бар. Енді маған қарап отыр, ақша жоқ. Аймамай 100 000 теңге айлық деп айтқан кезде любой адам келеді, сол сөйтіп дегеніміз, мына балдардың бәрі сөйтіп келеді. Қытаймен сауда айналым көлемі 8 миллиард ақш долларына өсті деп жаһанға жар салып бөркімізді аспанға аттық. Алайда олар бізге 2 миллиард долларға мына секілді өңі жоқ киімі мен тұрмыстық техникасын экспорттаған. Ал біз болсақ 6 миллиард долларға шикізат жөнелттік. Сонда кім ұтты, кім ұтылды? Мұны титтей балада түсінеді ғой. Айта қойш, 2 көп па, 6 көп па? 6 көп. Ал әлгі көршімізге жөнелткен сәлем сауқаттың пайыздық саны міне. 6 миллиард шикізаттың 54,6% мұнай, 12,7% мыс, 2,3% мырыш. Ал ұйқысынан оянған айдаһардың араны одан да үлкен болатыны мәлім. Бүгіннің өзінде қуаты 20 миллион тоннаға жететін Атасу Алашанкөл, Кеңқияқ Құмкөл құбырларын пайдалануда. Демек, Қытай Қазақстанның бүкіл жер асты байлығын сорып алатындай мүмкіндігі бар. Бұл біздің ойдан шығарған жорамалымыз емес, сарапшылардың пікірі. Тіпті ол елде өсіп өнген оралман ағайында бұл пікірді құптап отыр. Қытай басып кетсе, бізге қауіпті дейді. Олар басып кетсе қауіпті, қалай басып кетсе? Ұрысса, соғысса, бұл пәле-қалық. Оның үстіне Қытайда зерттеп жүрген ғалымдар ондағы елдің жалпы табиғи ресурсы 2 миллиард адамды қамтамасыз етуге ғана жететінін айтады. Су көздері тартылып, орман сиреп, экологиялық апат төне бастағаны хақында өздері дабыл қағып жатыр. Сондықтан да оларға тауарынан гөрі адамын сыртқа экспорттау тиімді. Және бір жайт естеріңізде болса, бірнеше апта бұрын қытайлық жазушы бүтін қазақтың намысына тиген мақалада қазақ қонақшылғалық ет беріп күтумен қоймай, қойнына ұзатылмаған үлкен қызын да салып береді деп жазған. Аз ұлттардың арасына жіп түсіріп ұлттық бөлшектенушілікке шақырған адамдар, олар 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуға тиіс.
жазасын алсын деп талап қойып, біздің елде ондағы ағайында дүрліккен еді. Ханзулар дым демеді, министрліктегілер болса, бұл тек бір ғана адамның пікірі деп жауапты қысқа қайырды. Бірақ 1 миллиард 365 миллион алапат су тасқындай қара Қытайдың 300 мыңы біздің арамызда жүр. Өз елінде тыйым салынған баласының санын осында көбейтпесіне кім кепіл? Ақырын елестетудің өзі ауыр. Сөздің шыны керек, Құдай сақтансаң ғана сақтайды.